Баршаңызға сәлем достар. Бүгін біз осындай наурыз көжеге ұқсайтын дәмді сорпа дайындаймыз. Бірінші қызып тұрған қазанға осындай күнбағыс майын құямыз. Майымыз қызғаннан кейін етті саламыз. Жақсылап қызарғанша қуырып аламыз. Мінекей осылай қып-қызыл етіп қуырып алдық. Енді көкөністерімізді қосамыз. Бізде мұнда горошк бар, сәбіз бар, картоп және пияз. Барлығы сарғыш түске енгенше осылай қозғап тұрамыз. Мінекей бәрін жақсылап қуырдық. Енді тамағымызға жақсы әдемі дәм беру үшін қызанақ қосамыз. Бәрін тағы да жақсылап араластырып, қақпағын жауып қоямыз. Әр 2 минут сайын қозғап тұрамыз. Енді қайнап тұрған су құямыз. Енді осының үстіне қайнатылған ақ жүгеріні суымен қосамыз. Жүгеріні салғаннан кейін дәміне қарай осындай тұз қосамыз. Және сорпасының қайнағанын күтеміз. Қазір біз үстіне маш салатын болғандықтан мен судың мөлшерін тағы да көбейттім. Сорпамыз қайнады, енді машты қосамыз. Бәрін араластырып, 1 сағаттай уақытқа баяу отта қайнатамыз. Мінекей біздің сорпамыз осылай 1 сағат қайнады. Маш мен жүгерісі осылай жарылады. Енді біз жуылған күрішімізді саламыз. Жақсылап араластырып, тағы да күрішіміз піскенше күтеміз. Біздің бұл сорпамыз кішкене наурыз көжеге ұқсас болып келеді. Дәмі өте дәмді болып шығады. Мінекей достар, біздің көжеміз осымен дайын болды. 20 минуттай уақыт күрішті салғаннан кейін қайнатып алдық. Дәмі өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Айнура. Назарларыңызға рахмет.